11-12 желтоқсан күндері Шығыс Қазақстан облысы Семей медицина университетінде сенім денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің салалық кәсіподақтық ұйымының қолдауымен тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай республикалық студенттер фестивалі өтті. Республикалық студенттер фестивалі аясында Медиус медициналық олимпиадасы және де Салауат Кап 8-ші дәстүрлік пікірталас турнирлері өткізілді. Пікірсайыс турнирінің жоғарғы дәрежеде өтілуіне Семей медицина университеті және де сенім денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің салалық кәсіподақтық ұйымының қолдау көрсетті. Аталмыш іс-шараға еліміздің түкпір-түкпірінен атап өтсек, Нұр-Сұлтан, Петропавл, Павлодар, Тараз, Шымкент, Алматы, Қарағанды, Байқоңыр, Семей қалаларының ең үздік сөз шеберлері бақ сынасуға келді. Бұл тартысты бәсекеге барлығы 70 үміткер, топтың ішінде 32 фракция, 64 спикер таңдап алынды. Пікірсайысшылар, бәсекеге қатысушылар британдық парламенттік және де Лонкольн-Дугас форматында ойнады. Турнирде қатысушылар Қазақстан тарихы, тәуелсіздік жылдары, медицина, саясат, білім, психология тақырыптарында ой алмасты. Барлығы 7 раундта жоғары дәрежеде ойын көрсетіп, ең көп ұпай жинаған 4 команда финалға шықты. Салауат Кап 8 турнир өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Осы үшін Семей медицина университетіне және Салауат Дебат клубына үлкен алғысымызды айтамыз. Бірінші кезекте турнирдің ұйымдастырушылық деңгейі өте жоғары. Одан кейін турнирдің ойыншылар құрамы, төрешілік құрамы бәрі жоғары дәрежеде. Осындай жоғары дәрежеде өтіп жатқан турнирге қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Турнир республиканың мықты пікірсайысшыларының басын қосты. Тек мықтылар жеңіске жетсін деген ойдамыз. 11 декабря 2021 года проведено торжественное открытие данного мероприятия. На открытии присутствовали почетные лица и активисты организации, а также приезжие гости. Локальный комитет медицинского университета Семей торжественно поприветствовал участников и гостей, которыми были Медицинский университет Астана, Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Успанова, Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова, Медицинский университет Караганды, Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Яссауи. Открытие прошло на высшем уровне, были показаны концертные номера, где приняли участие активисты нашей организации. После торжественного открытия был организован кофе-брейк для участников мероприятия. Сразу после перерыва были проведены 2 тура Олимпиады. Первый – Basic Science и лучевая диагностика. Второй – патофизиология. На следующий день, 12 декабря 2021 года, проведен 3-й тур Олимпиады. На этом республиканская Олимпиада Медиус подошла к концу. Все участники Олимпиады получили памятные подарки, грамоты и, конечно, отличный заряд на год вперед. Ведь Олимпиада – это не только соревнования, но и новые знакомства, новые друзья и интересный опыт. Мы поздравляем победителей Олимпиады и благодарим всех участников за их волю к победе и искренние эмоции. Прошла 2-я республиканская Олимпиада Медиус, куда приехали студенты из 5 медуниверситетов Казахстана. Мы выражаем огромную благодарность их ректорам, а также выражаем огромную благодарность нашему главному спонсору профсоюзу СИНИМ и нашему университету. Спасибо за поддержание нашей Олимпиады.